Әкетай, қараш, мен көбелек салдым. Айналайын қызым, бара қойшы. Анаңа көрсетші бар. Мен қолым тимей жатыр, көріп тұрсың ғой. Бара қой. Так. Бара қойшы қызым. Қызым, келе ғой. Әкеңнің қолы тимей жатыр ғой жұмыстан. Қане көрсетші маған. Қане көрсетші маған. Жоқ, мен әкеме көрсетем. Әкесі көре салшы енді. Қызыңның көбелегін қараш, қандай әдемі қып салған қанаттарын. Айналайын, ерікпеңдерші. Мен не ойнап отырмын ба? Ертең басшылықтың алдында есеп беруім керек. Түсінесіңдер ме есеп деген нәрсені? Көбелек дейді ғой маған. Қызым ренжіме, жарай ма? Әкеңнің қолы босағанда көре жарай ма? Бір сәт басынан сипап қойсаң нең кетеді? Таң ертеңнен кешке дейін терезеден телміреніп сені күтеді жүреді. Әкем қашан келеді, келді ме деп. Өткен жексенбіде хайуанаттар бағына апарам дедік де, сол күйі жоқ боп кеттің. Қане қызым? Әлгі суретіңді көрсеті қойшы, қане? Суретіңнің әдемісін ай. Мына суретті өзің салдың ба? Иә. Керемет, қараш, қанаттар қандай әдемі. Келші екеуміз бірге тамашалайық. Қараш, қандай әдемі сурет, ә? Керемет. Қызым, айналайын. Әкең ренжімес, жарай ма? Көріп отырсың ғой жаңа. Жұмыстан қолым босамай жатты. Ренжімейсің ғой, Ай, бәрекелді. Әке, Ау? сіз осыншама жұмыс істегенге күніне қанша ақша табасыз? Енді 4,5-5 мың теңгедей табам. Ал бір сағатта ше? Бір сағатта? Күніне 10 сағат жұмыс істеген болсам, 500 теңгені табармын. Оны неге сұрадың, қызым? Мен қазір, әке. Қайда кеттің? Әке, мынау менің жиып жүрген тиындарым. Келіңіз бірге санайық, қанша болған көрейік. Мәссаған. 50. Міне 100 теңге, 100 теңге, әке. 200 теңге. Міне 300 теңге, 400, 450, 480, 500, 520. Бәрекелді. Қызым, біраз дүние жинап қойыпсың ғой, Бәрекелді. Енді біраз жинасаң тағы да өзіңе керек затыңды аласың, Міне ала қой. Әке, бұл сізге. Маған? Не үшін, қызым ау? Жаңа ғана айттыңыз. Бір сағатта 500 теңге табам деп. Иә. Сіздің өмір жұмыстан қолыңыз тимейді ғой. Мен сізді сондай қатты жақсы көрем, әке. Мен де сені жақсы көрем, қызым ау. Мына теңгелердің барлығын алыңыз да, бір сағат менің жанымда болыңызшы, өтінемін. О не дегенім, қызым ау? Мен өмір бойы сенің жаныңда болам. Мен сені жақсы көрем, қызым. Мен де сізді қатты жақсы көрем. Нұрлан, мен дайынмын. Маржан, Ау, біз кеттік. Есік жауып ал. жарайды. Алло? Сәлем, Маржан. Сәлем, қалайсың?
Жақсы. Туған күнге баратын болдың ба? Мен үйден шығайын деп жатырмын. Дайын отыр, мен қазір жолдан ала кетем, жарай ма? Мен емтиханға дайындалып отыр едім. Оның үстіне ол жаққа киіп баратын тәуір киімім де жоқ. Маржан, енді кішкене тәуірлеу киімдерің болса, киіп көре берсеңші, болмаса мен бір амалын табармын. Шынымды айтсам, Айша, ата-анам тойға кеткен еді, үйде ешкім қалған жоқ. Қайта жақсы емес па? Білдіртпей шығып кетесің. Айша, не деп тұрсың? Енді сұранып көрсеңші дегенім ғой. Мен өйте алмайым. Онда тұрған не бар? Маржан, мен сені түсінбедім. Жарайды, қазір анамнан сұранып көрейін, жіберсе барам. Жарайды. Алло? Ау, қызым. Анашым, Ау? мен қазір Айшамен бірге Айсұлудың туған күніне барып қайтсам бола ма? Кеш боп кетті ғой, қызым. Тез келем. Қыз деген түнде үйден шықпайды. Одан да емтиханына дайындалсын. Әкеңнің айтқанын естідің ғой. Я, бірақ... Болды. Телефонды қоям. Ешқайда бармайсың. Қызға 40 үйден тыйым деген десек те, оның тәрбиесіне қатты көңіл бөлуің қажет. Құрылыс фирмасының жұмысын саған табыстаймын. Алып кете аласың ба? Әрине. Не қиындығы бар? Хатшыдан бастап түгел ауыстырам. Біздің Данияр хатшыларды ауыстыруға келгенде мықты ғой. Ол жағына келгенде мен әкеме тартқам. Сен де әкеме хатшысы болып жүріп тиіп алған жоқсың ба? Сол үшін тыныш отыр. Жарайды. Хатшыдан ең бар. Істей берсін жұмыстарын. Жалпы ол жердегі мамандардың барлығы да өз істерін жақсы біледі. Бәрі де жұмыстарына жетік. Сен тым қыз балан ба? Әке, өзіңіз осы елдаларда кіммен ақылдастыңыз? Біздің пікірімізге құлақ астыңыз ба? Анамның қайтқанына жыл толмай жатып нан алып келдіңіз. Енді менің өміріме де араласпаңыз. Мен сізге шақс бала емеспін. Ау, Маржан? Айша, мені жібермеді, ренжімеш. Емтиханға да дайындалуым керек. Қазір қыдырмағанда қашан қыдырасың? Ертең-ақ бәріміз күйеуге тиіп, жан-жаққа шашырап кетеміз. Сен де қайдағыны айтып. Жарайды, онда үйге келген соң сөйлесейік. Каша. Жарайды, мен достарыма кеттім. Тоқта. Осы күнге дейін қаңғырғаның жетер. Сені үйленген соң қояма десем, әлде қызық қуып жүрсің. Одан да ертеңгі жұмысыңа дайындал. Бар демал. Ой, қойшы әке. Үйленді мекенде бек-күшік болар жайым жоқ. Міндетсін сен құрылысың жинап ал. Істемейм жұмысың, дал қайтесің. Неғып отсын, бар киімдерді дайында. Маржан, соңғы рет қашан киім алдың? Мыналардың ешқайсысы жарамайды. Бәрі сәннен қап кеткен ғой. Енді не істейміз? Менде басқа киім жоқ. Саспа. Мен дәл осылай боларын білгем. Сондықтан барлығын алдын ала ұйымдастырып қойдым. Мен сені таң қалдырам. Сен отыр. Көзің жұм. Қазір. Тадам! Ал, мына көйлекке қалай қарайсың? Айша, мына көйлегің керемет екен.
тым қысқа емес пе? Қойш қайдағын айтпай. Қайта бұл көйлекпен барлық жігіттердің көңілін өзіне аударасын. Айша, мен ата-анам ертерек келіп қалатын сияқты. Сен осылай майысып тұра берсең, біздің ойлағанымыздай болмай қалады. Бол, отыр, тез. Ай, Сәлем, достар. Айсұлу. Туған күнің. Рахмет. О, Айша, қалайсың? Данияр. Қалайсың, Данияр? Маржан? Сен бісің? я қатты өзгеріп кетіппін бе? Құлпырып кетіпсің. Рахмет. Данияр, ана гүлдер маған ба? Иә. Әрине. Бұл гүлдер Маржанға. Маған? Бүгін менің туған күнім емес қой. Неге саған берме? Айсұлуға бермейсің бе? Ой, Маржан. Айсұлу өзі де гүлде жинап тұрған жоқ па? Гүлге гүл сыйлауға болмайды. Оны тек қана құттықтап, бетіне сүйсең, жетіп жатыр. Данияр, ылғи осылай тез тауып кетесің. Ал Айсұлуға жеке сыйлығым бар. Шанель, менің сүйікті есімім. Рахмет. Оғашы. Рахмет. Бүгін ерекшесі болсын. Ал қане, төрлетейік. Маржан, мүмкін бірге отырармыз? Жарайды. Байқатпай кешегені қайталап жүрші, дәл қазір тезірек. Қорықпа, жақсылап рахметін деді. Жарайды. Жүре ғой, сұлу. Қалай? Жақсы тұрсыңдар ма? Айсұлу, өте кереметсің. Туған күнің. Рахмет. Туған күнмен Айсұлу. Рахмет. Мінекейіңіз. Ал? Жоқ. Рахмет, мен мұндайды ішпеймін. Қорқатын ештеңесі жоқ. Бұл жай ғана алкогольсіз коктейль. Жақсы. Рахмет. Маржан, шынымды айтсам, мен сені тіпті танымай қалдым. Сондай құлпырып кетіпсің. Рахмет. Ал, Айсұлу үшін және де сен үшін алып қояйық.
Мына жерде мазаң кетсе, мүмкін бір тыныштау жерге барармыз. Осы жерде тұра тұрайықшы. Жарайды. Жолды санап тұра тұрайық. Маржан, нағыз керемет болатын жерді көргің келе ме? Керемет жер дейсің бе? Иә. Көңілім шаттанып, өзімді қанатты құстай сезініп тұрмын. Бір керемет сезім. Жүре ғой, көгершінім. Мен сені нағыз ұшатын жерге апарам. Оның үстінен қазір доллар көтерілді ғой. Ол 800-ден. Жарайды дедім. Содан не керек екеуміз стартқа тұрамыз. Шәкең басады ғой. Жоқ. Беймар ауытып алдым. Оныңкі мүлдем тартпайды. 3-2. Өйткені мен чемпионмын ғой. Міне. Кім бұл? Экс-чемпион. Таныс болыңдар. Қазір отыр. О, салам алейкум, Дон. Уалейкум салам. Қалайсың? Көптен көрінбейсің. Неткен сұлу қыз бұл. Па! Осындай сұлу қыздар сен осы қайдан тауып аласың, а? Әдеттегідей дәрі беріп, миларын айналдырып жүрсің ба? А? Қыстырма сөздеріңді. Қыстыра берме. Өткендегіде ұтылып қалма. Сұлу бекештен ұят болып қалмасын. Қорқпа. Мен бүгін бәріңді шаңғап тұрам. Мына жігіт сені бәрібір алдап кетеді. Чемпионға дуғылша болақ, достар! Мына сілімтік менен бүгін шай ғана ұтылып қалады. Дайын бол! Кеттік! Данияр, бұл не жарыс па? Болма. Бұл адреналин. Бәрі де сенің арқаң, Маржан. Енді осы қуанышымызды жақсылап жол. Маржан, ояндың ба?
кешірші мені. Айша, неге жылайсың? Маған не болған? Біз қайдамыз? Сендер көлік апатына ұшырадыңдар. Көлік апаты? Сол жерде Данияр сол жерде қайтыс болды. Кешірші мені, Маржан, саған тұруға болмайды, Маржан. Дәрігер, мен тұруым керек. Ата-анам ойымда жатқа шығар. Тым кеш, Маржан. Мен оларға бәрін түсіндіруім керек. Тым кеш. Неге? Сендер соғыстан көлік сенің әкеңнің көлігі болып шықты. Анаң ауыр халде. Ал әкең. Не деп тұрсың? Маржан, кешір. Әкетайым. Жаным, әкешім, енді кімге арқа сүйер екенмін? Өмір бақи өкінішпен өтермін. Балта шауып өміріме өз-өзім, жалғыз өзім. Кінәлімін сеземін. Кешір, әке, кешірші мені. Ал, анашым-ау, жалғыз ғана сенетін, жаныңнан жақсы көретін, жарыңнан айырылуға себепші болдым-ау. Қызық қуған, қубасым мені неге алмады? Кешіріңдерші мені. Әкешім, анашым.